Қайырлы күн, көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық етін осылай көкөністермен бірге духовкада пісіретін боламыз. Көп уақытыңызды алмайды. Бастысы барлығын турап салсаңыз болғаны. Ең әуелі тауық етін маринадтап аламыз. Ол үшін 2 сан тауық етін осылай бөлшектерге бөліп, турап осылай ыдысымызға саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Кішкене қара бұрыштан да қосамыз. Және 2 ас қасық кетчуп болмаса томат пастасын қоссаңыздар да болады. 2 ас қасық майонез қосамыз. Сонымен қатар 1 ас қасық соя соусын да құямыз. Одан кейін сұйық май 2 ас қасық. Және 2-3 тіше сарымсақ қосамыз. Мен турап салдым. Теркадан өткізсеңіздер де болады, майдалап. Барлығын жақсылап, біркелкі болғанша араластырамыз. Айтпақшы, каналға тіркелмеген болсаңыз, жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде төмендегі подписаться бұтырмасын басып, тіркеліп алыңыз. Енді бетін жауып, 30 минут уақытқа осы маринадталған тауық етімізді 30 минутқа қалдырамыз. Енді оған дейін біз көкөністерді турап саламыз. Ыдысымызды алып, картопты осылай әдемілеп, видеодағыдай орташа картопты 4 бөлікке бөлсеңіздер болады. Одан кейін пиязды күнделікті тамаққа турағандай турайсыздар және сәбізді турап саламыз, жіңішкелеп, жұқалап. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Бұрыш саламыз. Және паприка дәмдеуішін қостым. Өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. 1-2 ас қасық сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді пісіретін формамызға фольга төсеп аламыз. Енді бірінші көкөністерді салып аламыз. Әдемілеп шетіне жеткізіп, жайып. Одан кейін маринадталған тауықтарымызды салып, осы көкөністердің үстіне әдемілеп қойып шығамыз. Егер де сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, кері байланыстарыңызды білдіріп, видеоға лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Бұл менің каналымның әрі қарай дамуына маңызы зор. Енді фольгамен бетін жауып алдын ала 190 градуста 1 сағат аралығында пісіріп аламыз. Міндетті түрде пештеріңіз қызып тұру керек. Бір сағат өткеннен кейін пештен алып бетіндегі фольганы алып тастаймыз. Міне, тауықтың беті тағы әдемі қызарып пісуі үшін жарты сағатты уақытқа тағы да саламыз пешімізге. Сонда барлығын қосқанда пісіп шығу уақыты 1,5 сағаттай болады. Көріп тұрғандарыңыздай қызарып әдемі болып шықты. Бетіне әсемдеп укроп септім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Және қонақтарға да, мерекелік дастарханға да жасасаңыздар да болады. Сіздермен болған Жансая келесі видео рецептте жүздескенше сау болыңыздар.